Түркістан облысы Түлкібас ауданы жас туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогы Айнұр Өсербекқызы. Сабақтың тақырыбы: алауды ұйымдастыру, алау кезінде қауіпсіздік ережелері. Сабақтың мақсаты: алау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен танысу. Сабақтың барысы: жалпы қауіпсіздік талаптары, қауіпті факторлар, алау жағу кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Жалпы қауіпсіздік талаптары: серуендеуге, туристік жорықтарға, экскурсияларға және экспедицияларға медициналық тексеруден және қауіпсіздік жөнінде нұсқамадан өткен адамдарға жіберіледі. Қауіпті факторлар: белгіленген қозғалыс бағытын өзгерту, топ орналасқан жерді өз еркімен тастап кету. Аяқ киімді дұрыс таңдамаған кезде аяқтың жарақаттануы, аяқ киімсіз, сондай-ақ шалбарсыз немесе шұлықсыз қозғалу, улы жануарлардың бауырымен, жорғалаушылармен және жәндіктердің шағуы. Улы өсімдіктермен, жемістермен және саңырауқұлақтармен улану. Тексерілмеген ашық су қоймаларынан суды пайдаланған кезде асқазан, ішек ауруларын жұқтыру. Серуендеу, туристік жорық, экскурсия, экспедиция өткізу кезінде оқушылар тобын екі жетекші ертіп жүруі тиіс. Серуендеу, туристік жорық, экскурсия, экспедиция кезінде зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету үшін қажетті дәрі-дәрмектер мен таңу құралдар жиынтығы бар дәрі қобдишасы болуы міндетті. Алау жағу кезінде ең алдымен қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Топ жетекшілерінің рұқсатынсыз алау жағуға болмайды. Ағаш бұталарды шабу үшін лагерь аумағында әдейі алаң жасалынады. Алаңның ортасында алау жағуға арналған орын дайындалып, айналасы қазылады. От ұшқындарынан өрт шықпас үшін айналасына су шашылады. Өрт қауіпсіздігі үшін күрек, шелек, өрт сөндіргіш құралдары дайындалып қою керек. Жанып тұрған немесе отқа тамақ қойған кезде 100-150 метр жерде аулақта ойнау керек. Оттан тамақ алар кезде арнайы ілмек құралдармен, ұзын сырық ағашпен алшақтау тұрып немесе арнайы қолғап киіп алу керек. Отта тұрған суды қайнағанын, қайнамағанын білу үшін саусағымызды тығып қарауға қатаң тыйым салынады. Сөнуге жақын қалған алауды үрлеуге болмайды, себебі от лап етіп жанып бетімізді күйдіріп алуымыз мүмкін. Сабақты қорытындылай келе, әрбір топ мүшесі серуендеу, туристік жорық, экскурсия, экспедиция кезіндегі қауіпсіздік талаптары сақтауға, топ жетекшінің нұсқауларын орындауға міндетті.